Қайырлы күн, қазақ елі. Магнумға бойкот екінші постымды жариялаймын. Жалпы қан майданда, соғыста Совет өкіметі үшін қан төккен Бауыржан Момышұлы айтады. Мен дейді, соғыста Сталин айтқандай ұлы орыс халқына ешқандай қарсылығым жоқ дейді, орыстарға жалпы. Мен орыстардың шовинистеріне қарсымын дейді. Шовинист дегеніміз өзінің ұлтын, өзін бәрін жоғары қоятын адамдар. Бұл не деген? Бұл өздеріңіз білесіздер, алғашқы переселендер 18-19 ғасырдың ортасынан бастап қазақ даласына келе бастады. Сонда мынандай қызық бар. Алғашқы переселендер жаппай келіп Қазақстанның ең құнарлы жерлеріне орналастырды патша өкіметі. Кейін олар адамдар кәдімгі қазақтармен араласып, барлығы қазақша сөйлеп, қазақтардың шапандарын киіп алып, тақия киіп алып, қазақтармен тамыр болды ғой енді. Сөйтіп олар қазақша сөйлегеннің әкесі тоқал ала бастайды. Кәдімгідей қазақтың байлары сияқты. Содан анау Петербургке неге хабарлар донесение кетеді, ойбай, мына жақта переселеннің бәрі қазақ болып кетті деп. Содан жоғары жақтан секретный циркуляр дейді, құпия бұйрық келеді. Сендер бұл жерге, қазақ жеріне жібергенімізде, сендерді қазақ болып кетсін деп жіберген жоқпыз. Сендер бұл елге оларды орыстандыру үшін, оларды шоқындыру үшін, оларды жалпы Ресейдің идеологиясына бағындырып, жасау үшін келіп тұрсыңдар. Сондықтан сендер ешқашан олардың тілін үйренбейсіңдер, үйренбеңдер, бұйрық береді. Содан не шығады? Қазақ тілінің ешқандай менсінбейтін, тек орысша сөйлеңдер, орысша сөйлеусін Одан кейін екінші бір бұйрық бар. Мен оны Мұхаммед Салық Бабажанов туралы жасаған киномда Мұхаммед Салық Бабажанов мырзаның өлімі мен өмірі деген деректі кино түсіргем. Сонда мынандай бұйрық приказды көрсетті маған. Қазақ жерінде дейді Ресейге қосылған. Енді өз еркімен қосылды деп 250 жылдан тойлатып қой мысалы. Сонда циркулярда былай деп жазып қойған. Кез келген жерінде қазақтардың переселендер және шоқынған қазақтар екеуін қосқаныңда жергілікті ұлттың өкілдері осылардан барлық уақытта аз болып тұру керек. Себебі кез келген проблеманы референдумға салған кезде переселендер шоқындылар, шоқындыру деген діни шоқынған сөз ғой, христиан болды деген сөз. Солардың Ресейдің мүддесіне жұмыс істеуіміз керек деген. Қараңдар, міне лимит деген осыдан шыққан ғой. Алматыда мысалы білесіңдер ғой, кезінде қазақ болу үшін, қазақты тіркету үшін лимит керек. Оны өте ограничение жасап тастаған. Осыған қарап, мына нәрсені түсінуге болады. Яғни, халықтар бір-бірімен достасып, бір-біріне жаңағыдай тамыр болып, енді олар сондай қарапайым халықтар ғой. Соны билік тоқтатқан ғой. Ол патшалық Ресей кезінде де, одан кейін советтік кезеңде де бұл жасырын түрде жұмыс істеді ғой. Осы пропаганда. Енді мына қазірде де істеп тұр. Мынау Магнумның
жаңағы бір кешірім сұрай салып, жаңағы конфликтіні шеше салатын нәрсе ғой. Оны апарып тұрып, біз деп істеп ұстап тұрғаны Магнум басшыларының жаңағы. Бұлар шынында да ресейшіл, Ресейдің шовинистік көзқарасындағы қожайындар болып тұр ғой. Ойдағырда қазақ деген кім ол? Оның тіліне соншама. Міне конституция бойынша орыс тілі бұл елде жұмыс істейді. Сондықтан кім болсаң ол бол, орысшаға сөйлейсің, орысшаға бізге жауап бересің. Қазағыңа, қазақтарыңа, қазақ тіліңе пошел деп тұр ғой енді. Яғни бұл жерде кешегі бірінші постта айтылғандай, қазақ тілінің статусына қарсы болып тұр ғой. Бұл қазақ тілі Қазақстанда кәдімгі тірі адамның, ұлттың кәдімгі заңмен қорғалған статусы күмән келтіріп тұр ғой. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл Магнумның қожайындарының соншама жаңағы бірбеттеніп, жаңағы көкбеттеніп, ешқандай сол анау жұмыстан шығарып жүрген қазақты түсініспеушілік болды деп шақыра салып, кешірім сұрап, және оның осынша уақытқа жаңағыдай бас шырғалаңға айналғанына моральдық түрде компенсация төлеп, халықтан, қазақтан кешірім сұрап, істесе қазақ деген мейірман халық қой. Болды дейді, барады ертең Магнумның несіне. Қазақ өзінің тілін намыстанып, сол тілін соншалықты қорлатқандарға намысқа тырысып отыр ғой. Сол-ақ. Яғни орыс әлемі, русский мир дейміз ғой. Олар төзбей тұр ғой. Сонда не, какой-то бір қазақтар бізге команда берді деп, қазақша жауап берді, қазақша сөйле деп. Содан жаңағы болып отқаны. Әйтпесе, қарасаңдар, қазақ тілін білетін өзге ұлттың өкілдері, әсіресе славяндар, оны қайсысы орыс, қайсысы украин екенін білемесін. Бірақ солар қазақша керемет әндерін айтып, қазақша әндер мына желіге таратып жатыр. Яғни олар қазақ тілінде ән салып, қазағым, мен сендермен біргеміз, біз сендермен біргеміз деп қолдау көрсетіп жатыр. Бұл кәдімгі қарапайым халықтар. Орыс әлемі, русский мир, жаңағы біз қалайда біздің айтқанымыз болады деп қасарысып тұр. Неше күннен бері басталды. Міне Магнумға бойкот жұмысы жалғасуда. Сондықтан бұл жерде қазақ деген ұлт бірінші рет ұйымдасып, өзінің тілі үшін, намысы үшін, және өз жерінде өзін қорғап, адам ретінде көрсетіп тұр. Немен бітеді? Білмеймін. Бірақ әйтеуір айналайындар, арбалып қалмаңыздар. Ешқандай арбауға көнбеңіздер. Кім біледі олардың ойында не барын? Ана Магнумның қожайыны сақалды кәдімгі бір сондай кісі екен. Кеше қаңтар қырғынына да қатысы бар болып шықты. Өзінің жеке студенттерден, спортсмендерден құралған боевик жігіттері бар екен ғой. Сол туралы шығып жатыр әлеуметтік желіде. Яғни ол шовинистік кәдімгі өмірде көзқарасқа ие қожайын болып тұр. Абайлаңыздар. Осы қазақ елі аман болсын. Жақсы.